Сәлеметсіздер ме оқушылар? Медиа сауаттылық курсының кезекті сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы манипуляция түрлері және олармен күрес тәсілдері. Бүгінгі сабақта біз манипуляция сөзінің мағынасын түсініп, арам пиғылды манипуляция мен адал ниетті манипуляцияның ара жігін ажыратуымыз қажет. Оқушылар, манипуляция сөзі латын тілінен аударғанда манус қол, манипула ос дегенді білдіреді. Әу баста бұл ежелгі Римде әскери мақсатқа сай адамдарды басқару өнері болған. Демек, манипуляция адамды басқару, кей жағдайда уысында ұстау десек те болады. Арам ниетті және адал ниеттісі болады. Оқушылар, кей кездері біз өзіміздің еркімізден тыс біреуге бағынуымызға, немесе біреудің айтқанын орындауға, біреудің дегенімен жүруге мәжбүр болып жатамыз. Кейде сондай психологиялық манипуляциямен бетпе-бет кездесіп жатамыз. Оның қандай ниеттен туғанын ажыратуымыз қажет. Адал ниеттен бе, жоқ арам ниеттен бе? Ал енді адал ниетті манипуляция қандай болады дейтін болсақ, ол болуы мүмкін бе? Адамды осында ұстап тұру дегенді білдіретін болса, адал ниетті манипуляция деген бола ма деген сұрақ туы мүмкін. Оқушылар, ата-ана мен баланың арасында, оқушы мен мұғалімнің арасында, тіпті генерал мен сарбаздың арасында да манипуляциялық қарым-қатынас болуы мүмкін. Бірақ ол манипуляция адамзаттың ғасырлар бойғы тәжірибесін жас ұрпаққа үйрету мақсатында. Жақсыдан үйреніп, жаманнан жирену үшін, бұрынғының қатесін қайталамау үшін тәрбиелік мақсатта болады. Міне, тәрбиелік мақсаттан туған манипуляция ол адал ниетті манипуляция. Ал енді біз оны ажырату үшін жақсы мен жаман, адал ниетті, арам ниетті манипуляцияны ажырату үшін біз не істеуіміз керек? Біз сыни ойлауға машықтануымыз керек. Ал сыни ойлау дегеніміз кез келген ақпаратқа, көзімізбен көріп тұрған ақпаратқа, естіп тұрған ақпаратқа, тіпті өзіміздің ойымызға да күмәнмен қарай білуіміз керек. Міне бұл сыни ойлау. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Қажет пе, қажет емес пе? Осыны сараптауымыз қажет. Әр нәрсенің түп негізін, себебін жан-жақты пайымдауымыз қажет. Ол үшін әрине білім керек. Мысал айталық, сізге ата-анаңыз интернетте көп отырма деп қайта-қайта ескерту жасағанмен оның пайдасы болмайды. Егер сіз интернеттің пайдасы мен зиянын ғылыми тұрда пайымдап негіздемесеңіз, көкейіңізге тоқымасаңыз, ол айтқаннан нәтиже шықпайды. Міне, сондықтан біз сыни ойлағанда өзіміздің білімімізді қосып, барлық нәрсені таразылап отыруымыз қажет. Сонда ғана адал ниетті манипуляция мен арам ниетті манипуляцияның ара жігін ажыратамыз. Ал енді олармен күресу үшін, арам ниетті манипуляциямен күресу үшін біз не істеуіміз қажет? Осы жерде мен Абайдың 31-ші қара сөзін іске қосыңыз дер едім. Әр нәрсені көргенде, ақпаратты көргенде, естігенде көкірегіңіз байлаулы, берік болуы қажет. Ол нәрседен ғибратланып, тұшынып, ынтамен ұғуыңыз қажет. Қайта-қайта ойланып, көңіліңізге бекітуіңіз қажет. Ой кеселдерінен аулақ болуыңыз қажет. Ой кеселдері не екенін 31-ші қара сөзден біліп алуларыңызға болады. Енді мынау берілген 3 ситуацияда манипуляцияның қай түрі көрсетілген? Неге олай ойлайсыз? Бірінші жағдай. Абай шешесіне қарай жүре беріп еді. Шешесі анадай жерде тұрып, әй шырағым, балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр, сәлем бер, деді. Екінші ситуация. Мұғалім сабақ үстінде Жанаттан телефонын сөмкесіне салып қоюын талап етті. Үшінші ситуация.
Өй, қорқақ! Күреске қатысқаның шын болса, үсенді бір-ақ ұрып құлатпайсың ба? Өзің бір мақтаншақ екенсің. Міне, осы үш жағдаятта да адамды белгілі бір іс-әрекетке итермелеп тұр. Демек, бұл манипуляция. Ал енді мұнда манипуляцияның қай түрі көрсетілгенін өзіңіз саралаңыз. Себебін түсіндіріңіз. Одан кейін кері байланыс картасын толтырамыз. Бүгінгі сабақта сізге қандай үш маңызды ақпарат болды? Сіздің есіңізде қандай 5 сөз қалды? Сізді қандай ақпарат қызықтырды? Және бүгінгі тақырып бойынша сіздің көзқарасыңыз қандай? Кері байланыстарыңызды күтемін. Сіздерге сәттілік тілеймін.